Успехтің алдында Құдай сені осы 3 сынақтан өткізетін болады. Бірінші, өзің жалғыз қаласың. Как будто достарыңның барлығы жоқ болып кеткен сияқты. Даже ешкіммен сөйлеспейсің. Бұл жерде ойбай мен достарымды жоғалттым деп қайғырма. Өйткені саған успехқа жету үшін полный фокусыңды қою керек, және де соның жолында көп еңбек ету керек. Жақын адамдарың өміріңнен кетіп жатса, наоборот қуан. Екінші, бүкіл керек емес адамдарды өміріңнен алып тастайды. Өйткені сен оларға уақытыңды, энергияңды құртасың, құпияңды ашасың, по итогу өзің жалғыз қаласың. Сондықтан да қазір өзіңді одиноко сезінсең, уайымдама. Барлығы нормально. Үшінші, Құдай сенің мойныңа үлкен жүкті артып қояды. Өйткені успехқа жету дегеніміз ол оңай нәрсе емес. Сондықтан бұл жерде саған көп еңбек етіп, көп тырмысу керек болады. Прикинь, сенің сөйлесетін ешкімің жоқ. Өзіңнің мақсаттарыңды, пландарыңды ешкіммен бөлісе алмайсың. Ат құсап, қиналып, өзің жалғыз жұмыс жасап жүрсің. Именно осы моментте сен не сынып қаласың, не ары қарай жалғастырып, қиын болса да әрекетіңді тоқтатпай успехқа жетесің. Егер де осы нәрселер, осы 3 нәрсе сенде қазір болып жатса, онда сен дұрыс жолдасың. Мен Маржан Асқар, егер де осындай пайдалы видеолар көргің келсе, маған подписаться етуді ұмытпа.